Барлығына сәлем достар. Бүгінгі видеода біз белдемше және көйлектің етегін қайырып тігудің 3 әдісімен таныс боламыз. Матаның қалыңдығына қарай осы 3 әдістің бірін қолдансаңыз болады. Ең бірінші әдіс московский шов. Оны қалай тігеміз? Ол үшін біз осы матаны алып бір 0,5 мм-ге қайырып үтіктеп аламыз. Осылай үтіктеп алғаннан кейін тігісті тура осы бұрыштың шетіне тақап тігетін боламыз. Түзу тігіс, тігістің ұзындығы 2,5 мм. Мінекей осындай тігіс пайда болады. Енді мына припускты шипшікпен немесе кішкентай қашымен кесіп тастаймыз толықтай. Осылай қиып алдық. Енді осылай бүктеп, тура алдыңғы тігістің үстінен тігіп шығамыз. Тікпестен бұрын осылай үтіктеп алсақ, өзімізге жеңіл болады. Енді осы тігістің үстінен тура тігіс жүргізіп тігіп шығамыз. Мінекей біздің тігісіміз дайын болды. Московский шов арқылы осындай жұқа жаздық маталардың етегін осылай қайырып тігуге болады. Енді екінші тігіс бізде ол кішкене қалыңырақ матаға арналады. Ол үшін тікпестен бұрын матаны 1 см-ге, содан кейін тағы 1 см-ге қайырып үтіктеп аламыз. Мінекей біздің екінші тігісіміз дайын. Бұндай тігіс арқылы кішкене қалыңдау хлопок маталарды, леон маталарын тіксек болады. Ал өте қалың маталарды біз олай қайырып тіге алмаймыз, себебі қалыңдығы қатты болып кетеді. Сол себепті де бірінші оверлоктап аламыз шетін, содан кейін қайырып сыртынан тігіс жүргізетін боламыз. Осы оверлоктап алған матаны қазір 4 см-ге қайырып үтіктеміз. Бізге 3,5 см-де тігу қажет. Бізде мына ине мен панельдің біткен жерінің ара қашықтығы 3,5 см. Сонда біз матаның шетін осы шет бойынша қойып отырып тігетін боламыз. Матамызды осы сызықтың шетіне тақап отырсақ, түзу тігіс пайда болады. Мінекей біз бүгін 3 түрлі қалыңдықтағы матаға 3 түрлі тігіс түрін тігуді үйрендік. Ең біріншісі бізде бұл московский шов, өте жұқа жаздық шифон маталарына арналады. Екіншісі хлопок, леон сияқты сетінейтін маталарға осындай тігісті қолданамыз. Және үшіншісі бұл ең қалың костюмның маталарына қалыңдық бермеу үшін осындай тігісті қолданамыз. Сіздерге видео пайдалы болды деген үміттемін. Каналға жазылып, лайк басуды ұмытпаңыз. Келесі кездескенше.